Сәлем достар, бүгін сіздермен мамықта жұмсақ болып шығатын, сүзбе қосылып дайындалатын өте дәмді пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бір таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Осы екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Біздің қантымыз еріп, көпіруі тиіс, кішкене ағарып, көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Біздің жұмыртқамыз осылай көпіргеннен соң сүтімізді қосамыз және де сұйық майымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де достар, біздің ингредиенттердің барлығы да бөлме температурасында болғаны дұрыс. Сол кезде пирогымыз өте жақсы көтерілетін болады. Енді құрақ өнімдерімізді біріктіріп аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды саламыз және какаомызды салып, осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Және де осы ұнды елеуіштен өткізе отырып, аз-аздан сұйық массамызға қосамыз. Мен 3-4-ке бөліп қосып, жақсылап біркелкі болғанша барлығын араластырып алдым. Бізде осындай өте керемет сұйық қамыр шығады. Енді сүзбелі салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге кукурузный крахмалымызды қосамыз және де қантымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, осының барлығын блендермен жақсылап езіп аламыз. Блендер болмаса миксермен де араластырып езіп алсаңыздар болады. Бізде өте керемет осындай крем секілді салма шығады. Енді осыны кондитерлік мешокқа салып дайындап аламыз. Кондитерлік мешок жоқ болса, кәдімгі целлофанға салсаңыздар да болады. Шоколадты қамырымызды осы формаға құятын боламыз. Форманың диаметрі менде 30-да 20. Егер де сіздер домалақ формаға істейтін болсаңыздар, формаңыздың диаметрі 30 болғаны жөн. Кішкентай формаға істесеңіздер, пирогтарыңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сонда да 30 диаметрлі формаға істесеңіздер болады домалақта. Немесе осындай төртбұрышты формаға істесеңіздер болады. Қамырымызды құйып, барлық жерін бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді сүзбелі салмамызды дәл осылай тор тәріздес етіп, жаңа қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Мен 2 реттен, 3 реттен начинкам артылып қалып жатқаннан соң үстінен тағы да қайтарып құйып шықтым. Сол кезде сіздердің начинкаларыңыз қалып қоймайды. Үстінен тағы да дәл солай бастырып шықсаңыздар болады. Осы қамырымызды алдын ала қызып тұрған 180 градус пеште қызарып көтерілгенше пісіріп аламыз. Шамамен 40 минут шамасында піскенін ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Мінекей осымен біздің өте дәмді, мамықта жұмсақ болып шығатын ерекше пирогымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және де сіздің отбасыңызға, балаларыңызға ұнайды. Бұл пирог бірден жеңіліп кетеді. Өте жұмсақ әрі дәмі де ерекше болып шығады сүзбе қосылғандықтан. Назарларыңызға рахмет. Сізбен бірге болған Анаргүл. Рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Әлі де сіздерді өте дәмді, керемет рецепттермен қуантатын